Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бұл видеода біз сіздермен жалпы түрде берілген квадрат функцияның дайын графигінен а болса коэффициенттерін және дискриминанттың таңбасын анықтауды үйренетін боламыз. Сіздер білесіздер, кез келген квадрат функцияның графигі парабола болатындығын осы түрде берілген 6 түрлі графикті зерттеу арқылы біз а болса коэффициенттерін және дискриминантты таңбасын анықтауды нақты үйреніп алайық. Ал бастайық. Ең алдымен осы 6 график үшін де тек қана а коэффициентінің таңбасын анықтап үйренейік. Есіңізде сақтап қалыңыз, егер парабола тармақтары жоғары бағытталған болса, аның таңбасы оң деген сөз, егер оның тармақтары төмен бағытталған болса, аның таңбасы теріс деген сөз. Демек, біздің алғашқы 1, 2, 3 график үшін аның таңбасы оң екен. 4, 5, 6 графиктерде төңкерілген болып тұр, сондықтан да аның таңбасы теріс деген сөз. Келесі, б коэффициентінің таңбасын анықтауды кішкене кейінге қалдырып тұрып, с коэффициентінің таңбасын анықтауды үйреніп алайық. Мұқият тыңдап, жадқа сақтап қалыңыз. С коэффициенті бізде функцияның над y өсімен қиылысу нүктесін беретіндіктен, егерде ол 0-ден жоғарыда қиылысып тұрған болса, таңбасы оң деген сөз с коэффициентінің, ал 0-ден төменде қиылысып тұрса, таңбасы теріс деген сөз. Ал бірінші графикке қараңыздар. Ол OY өсімен 0-ден жоғарыда қиылысып тұр, демек таңбасы оң. Екінші графикте де қиылысу нүктесі 0-ден жоғарыда, с коэффициентінің таңбасы оң деген сөз. Үшінші графикте де дәл солай, 0-ден жоғарыда қиылысып тұр, таңбасы оң. Келесі, 4, 5, 6-да қараңыздар. Бұл жерде OY өсімен үшеуінде де 0-ден төменде қиылысып тұрғандықтан таңбалары теріс деп бірден белгілеп кетейік. Ал енді дискриминанттың таңбасын үйреніп бастайтын болсақ, сіздер квадрат теңдеу тақырыбын өткен кезде жаттап алдыңыздар. Дискриминант 0-ден үлкен болатын болса, квадрат теңдеудің 2 түбірі болады, x1 және x2 деген. Ал енді дискриминантымыз 0-ге тең болатын болса, тек қана x1 немесе x1 ғана түбірге ие болады. Дискриминантымыз 0-ден кіші болатын болса, ешқандай түбірі жоқ еді теңдеудің. Ал енді графикке келетін болсақ, графикте 2 рет OX өсімен қиылысып тұратын болса, онда таңбасы оң деген сөз. Міне, мысалы 2 рет қиылысып тұрған бізде бірінші және 4-ші графиктер екен. Демек, бұл екі графиктің таңбасы оң. Белгілеп қояйық 1 мен 4-ті. Ары қарай 2 мен 5-ге қарайтын болсаңыз, OX өсімен тек қана 1 рет қиылысып тұр. Демек, бұл жерде дискриминанттың таңбасы жоқ, мәні 0-ге тең. Екіншісі мен 5-шісіне оның мәні 0-ге тең деп жазып қойсаңыз болады. Ары қарай 3 пен 6-да қараңыз. X өсімен ешқандай қиылысу нүктесі жоқ. Параболаның төбесі X өсінен жоғарыда, ал 6-шысында төменде орналасқан. X өсімен өзі ешқандай қиылысып тұрған жоқ. Демек, бұл жерде дискриминанттың таңбасы теріс деген сөз. Дискриминантты да белгілеп алдық. Ары қарай ең қызық болып тұрғаны b коэффициентінің таңбалары. Сіздер квадрат функция тақырыбын өткен кезде парабола төбесінің x координатасын табудың мына түрдегі формуласын үйрендіңіздер, минус b бөлінген 2a. Осы формуладан біз егер b-ны анықтайтын болсақ, онда бізде формула мына түрде түрленеді. 2a көбейтілген x0 түрінде. Демек, осы жердегі көбейткіштердің әрқайсысының таңбасын зерттеп, өзара көбейтіндісін анықтайтын болсам, менде b коэффициентінің таңбасы анықталады. Енді оның әрқайсысын анықтап көрейік. Мысалы, біріншісінде алдымен бірінші жақшаға формулада тұрған минусты қоямыз. Ары қарай екінші жақшамызға бізде а коэффициентінің таңбасы біріншісінде қандай еді, соны қоямыз. Біріншісінде оң таңбалы. Одан кейін x0, яғни парабола төбесінің x координатасының таңбасын алып келіп қоямыз. Тек қана таңбасын. Демек, қараңыз, 0-ден оң жақта оң сандар тұрады. Демек, 0. Енді осылардың өзара көбейтіндісінің нәтижесі қандай таңба береді бізге? Бұл жерде плюс минус көбейтіндісі бізге теріс таңбаны береді. Демек, бізде бұның да таңбасы теріс деген сөз. Ары қарай екіншісі формуладағы минус, одан кейін аның таңбасы оң, одан кейін x-тің таңбасы, бұл жерде қараңыздар, ол да оң таңба. Өзара көбейтіндісі бізге теріс таңбаны береді. Келесі үшіншісі
формуладағы минус, одан кейін аның таңбасы 10, x-тің таңбасы қараңыздар бұл жерде де 10. Демек үшеуінде де b-ның таңбасы теріс таңбалы екен. Ары қарай 4-ші, 5-ші, 6-ші графиктерде қараңыздар. Бұл жерде енді мұқият болыңыздар. А-ның таңбасы теріс, өйткені графигіміз төңкеріліп тұр. Ал зерттеп бастайық. Формуламыздағы минус, А-ның таңбасы теріс, одан кейін парабола төбесінің x координатасы бұл жерде де 10. Демек нәтиже бұл жерде 10 болады. Дәл солай 5 пен 6-ны да қарастыратын болсақ, олардың да таңбалары 10 болды. Алайда тағы бір қоса кететін жайт, b, s коэффициенттерінің екеуі де 0-ге тең болуы мүмкін. Оған ең қарапайым мысал y тең ax квадрат түріндегі функцияның графигін алатын болсақ, мысал ретінде міне екінші графикке қосымша график ретінде жобамен сызып көрейік. Оның төбесі, яғни параболамыздың төбесі мына жерде координат басынан өтеді. Сол кезде b, s коэффициенттерінің таңбалары жоқ, яғни 0-ге тең болады екен. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, түсінбеген сұрақтарыңызды жазып, белсенді болыңыздар. Каналға міндетті түрде тіркеліп қоямыз.